Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен күніне адам бір алма жесе дәрігерге апаратын жолды ұмыттырады тақырыбында әңгіме қозғайтын боламыз. Оның бар дәрумені қабығында. Сондықтан қабығымен жеген жөн. Тіпті Ұлыбританияда арнайы күніне бір алма дәрігерге апаратын жолдарды жабады деген мақал бар. Алманың пайдасы түсіне байланысты. Халық емі бойынша қызыл алма жүрек пен қан тамырларына, жасыл алма тіс пен қызыл етке, сары алма иммунитетті күшейтуге көмектеседі. Бір алмада шамамен 70-100 калория болады. Сондықтан ол көптеген диеталық тағамдардың қатарына кіреді. Ең пайдасы кескен кезде тез қарайып кететін алма. Осылай оның сапасын анықтауға болады. Ортасы тез кебетін алманың микроэлементтер дәрумендерге бай. Құрамында зиянды заттар жоқ. Американдық миллиардер Лук Фидер алғашқы шағын кәсібін алма сатудан бастаған. Әлемдегі әр екінші ағаш алма ағашы. Ол жер бетінде барлығы 5 миллион гектарды құрайды. Жер жүзінде ең көп таралған жеміс алма. Әлемде алманың 20 мыңнан астам сорты бар. Алма әлемде көп таралғаны сонша басқа жемістермен оны салыстыра алмайтын болған. Қызанақты алтын алма, картопты сайтан алма, апельсин Қытай алмасы, лимон үнді алмасы деген сияқты мысалдар келтіріп отырған. Алма көп өсетін жерлер Қытай, Түркия, ақш. Ескі аңыздар бойынша алма білімнің, кемеңгерліктің, күн шуағының символы болып саналады. Парсы елдерінде алма туралы аңыз бар. Егер бір арман ойлап, артынша күн сайын үрлеп, 40 алма жесең, арманыңа жетесің деген. Егер алманы суға салсаң, ол батпайды. Себебі 1/4 бөлігі ауадан тұрады. Егер де ақпарат ұнаған болса достар, маған тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.